Сәлем, ребята! Бүгін бізде хром тақырыбы бастайық. Периодтық жүйе бойынша бізде хром 6-шы топтың қосымша топшасында орналасқан. Оның электрондық конфигурациясына келетін болсақ, ода барлығы 24 электрон, ең соңғы энергетикалық деңгейінде ода 4s-та 1 электрон, ал 3d-да 5 электрон бар екен, иә. Яғни бізде хром тура мыс сияқты бұл жерде бір электронның құлауы, яғни секіруі бар, иә. Негізі бізде мына 4s-та 2 электрон болу керек болған, бірақ бұл жердегі 4s-тің 1 электроны бізде мына 3d-ның мына бір соңғы орбиталына ұяшығына келіп орналасады екен да. Бізде 3d4, 4s2-нің орнына 3d5, 4s1 деген соңғы энергетикалық деңгейде конфигурация пайда болады екен, иә. Яғни бізде 3d деңгейін 4s деңгейден 3s деңгейге электрон құлауы осы хромда кездеседі, сосын мыс элементінде кездеседі екен, иә. Так, әрі қарай физикалық қасиетіне келетін болсақ, хром бізде көкшіл ақ түсті металл, иә. Міне, көкшіл ақ түсті қатты металл еще. Таза хром оңай өңделеді, табиғатта ол бос күйінде кездеседі. Және де ғылымның, техниканың және өндірістің әртүрлі салаларында кеңінен қолданады. Соның ішінде көбінесе хром медицинада немесе химиялық технологиялық жабдықтар мен құрылғыларды өндіруде қолданылатын құймалардың құрамдас бөлігі ретінде қолданылады екен, иә. Табиғатта таралуына келетін болсақ, хром жер қыртысында өте кең таралған металл. Құрамында хромы бар негізгі минерал хромды теміртас фермо, көбейтілген хром 2O3, иә, немесе ол ферм хром O2 екі еселенген деп те белгіленеді екен, иә. Так, әрі қарай хромды теміртастан алынады. Яғни, жаңағы мына формуласы, иә. Хромды теміртастан алынады, тотықсыздандыру үшін бізде кокс пайдаланылады, яғни көміртек. Хромды не істейді екен, өзінің қосылысынан тотықсыздандырып шығарады екен, иә. Бізде нәтижесінде темір және де хром бөлініп шығады. Хром алудағы тағы бір әдіс хром оксидін алюминиймен тотықсыздандыру, иә, яғни алюмотермия әдісі. Хром оксидін алюминиймен тотықсыздандырған кезде бізде хром өзі жеке бөлініп шығады, иә. Так, сапалық реакциясы хром плюс 2 иондарына сапалық реакция. Бізде хром 2 валентті тұздарының артық мөлшерін сілтімен әрекеттестіру, иә. Реакция нәтижесінде бізде аморфты хром 2 гидроксиді қоңыр түсті тұнбасы түзіледі. Мысалы, хром хлор 2-ге натрий гидроксидін қосқан кезде хром O3 еселенген тұнба және де натрий хлориді түзіледі. Хром плюс 3 иондарына сапалық реакция тура осылай сілтінің әрекеттестіруі, яғни тұздардың артық мөлшеріне сілті қосып, біз хром 3 гидроксидін ала аламыз, иә. Түсі бізде сұр жасыл түсті тұнба. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, галогендермен әрекеттеседі, нәтижесінде галогенеттер хром хлориді түзіледі. Мысалы, мына жерде хлормен әрекеттескен кезде, күкіртпен әрекеттескен кезде хромның сульфиді түзіледі. Фосформен әрекеттескен кезде хромның фосфиді түзіледі. Азотпен хром нитрид түзу үшін 1000 градус Цельсийға дейін қыздырылған кезде ғана бізде хромның нитриді түзіледі. Хром бізде сутекпен әрекеттеспейді, H2-мен әрекеттеспейді хром. Оттегімен әрекеттесіп оксид түзеді, хром 2O3, хромның 3 валентті оксиді. Күрделі заттармен, мысалы, сумен қыздырылып, судың буымен ғана әрекеттеседі. Судың буымен әрекеттескен кезде бізде нәтижесінде оксид пен сутек түзіледі, хром 2O3 және де H2. Металдардың кернеулер қатарында хром сутектің сол жағында орналасқан, сондықтан ауа болмаған кезде сутекті минералды қышқылдардың ерітінділерін ығыстырып, хром 2 тұздары түзіледі екен, яғни сутекті қышқылдан ығыстырып шығара алады, себебі хром сутекке дейін орналасқан, белсенділік қатарда. Оттегінің қатысында хром 3 тұздары түзіледі, яғни тура осы H хлорға еще оттек қатысында болатын болса, онда хром хлор 3 түзіледі екен, иә. Жай ғана тұз қышқылымен әрекеттескенде хром хлордың 2 валентті хром хлориді, ал оттек қатысында әрекеттескенде хромның 3 валентті хлориді түзіледі екен, иә. Есте сақтап алайық. Так, күрделі заттармен әрекеттесуін әрі қарай қарастырайық. Бізде
концентрлі күкірт қышқылымен хром не істейді? Қалыпты жағдайда әрекеттесе алмайды, иә. Қалыпты жағдайда күкірт қышқылымен әрекеттесетін болса, ол енжарланады. Бірақ қыздырған кезде реакция жүріп, күкірттің 4 оксиді SO2 және де хром 3 сульфаты түзіледі екен, және де су түзіледі. Хром концентрлі азот қышқылмен қалыпты жағдайда пассивтенуіне байланысты тоже реакцияға түспейді. Бізде білесіздер ме, көптеген осыған дейінгі металдардың барлығы концентрлі азот қышқылмен қалыпты жағдайда әрекеттескен болатын, иә. Вот мында хром бізде қалыпты жағдайда концентрлі азот қышқылмен әрекеттесе алмайды екен, иә. Қыздырған кезде ғана концентрлі азот қышқылмен әрекеттесіп, хромды ерітеді екен, иә. Хромның нитраты, яғни және де NO2 газы түзіледі. Сілті ерітінділер хроммен 3 жүзінде әрекеттеспейді. Мысалы, натрий OH, калий OH дегендеріміз бізде хроммен әрекеттесе алмайды екен, иә. Алайда хром көптеген металдарды, мысалы мыс, қалайы, күміс, олардың тұздарының ерітінділерінен ығыстырып шығара алады, иә. Себебі олар хромнан кейін орналасқан. Мысалы, мыстың тұзының ерітіндісінен мына жерде мысты өзін ығыстырып шығарады, нәтижесінде хром хлор 3 түзіледі, иә. Хромның 2 оксидіне келейік. Химиялық қасиеті ол бізде негіздік оксид. Хромның 2 оксиді хром О, иә. Хром О негіздік оксид. Оған негізі хромның 2 гидроксиді сәйкес келеді. Хром 2 оксидіне хром OH екеселенген бізде сәйкес келеді, иә. Қалыпты температурада ол тұрақты 100 градустан жоғары оттегімен тотығады. Яғни бізде мысалы алдыңғы темір ол оттекте кішкене ауада тұрақсыз болған, иә. Хром, то есть феррум О түзіледі, бірақ ол ауада ары қарай тотығып, феррум 2 OH түзіліп кететін. Ал мына хром оксиді, уже хром О бізде ауада тұрақты екен, иә. Тек қана 100 градустан жоғары температурада ғана оттекпен тотығады екен, иә. 100 градус температурада ғана бізде оттекпен әрекеттеседі екен. Ал қалыпты жағдайда бөлмеде мысалы тұрған кезде ауадағы оттекпен әрекеттеспейді екен, иә. 100 градуста қыздырғанда оттегімен тотығады. Барлық хром 2 қосылыстары күшті тотықсыздандырғыштар, иә. Так, нәтижесінде бізде оттегімен тотығып хром 2 OH түзіледі екен, иә. Хром 2 оксиді бізде сумен әрекеттеспейді, яғни хром О плюс H2 реакция жүрмейді. H2O реакция жүрмейді, иә. Хром 2 оксиді негіздік қасиет көрсетеді. Соған байланысты қышқылдармен де, қышқылдық оксидтермен де әрекеттесе алады, иә. Қышқылмен мысалы H хлормен әрекеттескенде хром хлордың 2 валентісі және де су түзілді. Күкірт қышқылымен де дәл солай хром сульфаты және де су түзіледі, иә. Так, хромның 3 оксидіне келетін болсақ, уже хромның 3 оксиді бізде мынандай жасыл түсті қатты кристалды зат, иә. Хром 3 гидроксидін термиялық ыдырату барысында не істейміз? Ала алады екенбіз, иә. Хром OH жөселенген хромның 3 гидроксидінен ыдырату арқылы ала аламыз. Химиялық қасиеті уже хромның 3 оксиді уже 2 дайлы қасиет көрсетеді, себебі ол плюс 3 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр, иә. Негіздік қасиеті только плюс 1, плюс 2 тотығу дәрежелері көрсетеді оксидтердің, ал плюс 3 дәрежеде болса, ол уже 2 дайлы оксид болады. Бірақ оксид химиялық тұрғыдан өте инертті, иә. Жоғары дисперсті күйде болғандықтан ол қышқылдармен және сілтілермен қиын әрекеттеседі. Яғни 2 дайлы, бірақ өте инертті болғандықтан негізі қышқылдар мен сілтілермен де әрекеттесу керек, бірақ өте қиын жағдайда әрекеттеседі екен, иә. Хром 3 оксидін белсенді металдардың негіздік оксидтерімен балқытқанда хромиттер түзіледі. Яғни бізде ол 2 дайлық оксид ретінде негіздік оксидтермен және негіздермен әрекеттесе алады, иә. Мына жерде негіздік оксидпен, ал мында негізбен әрекеттесіп тұр. Негіздік оксидпен әрекеттескен кезде сәйкес тұзы түзіледі, натрий хроматы. Ал сілтілермен әрекеттескен кезде тек қана балқыма түрінде ғана әрекеттеседі екен, иә. Натрий OH-ты балқыма түрінде алған кезде бізде хромит түзіледі екен. Натрий хромиті ерітіндіде реакция 3 жүзінде жүрмейді. Ерітінді болған кезінде жүрмейді, только балқымасында натрий хромиті алынады, иә. Енді хром 3 оксиді де сумен әрекеттеспейді. Так, яғни хром өзі бізде су буымен қыздырғанда әрекеттеседі, хром 2 мен хром 3 оксидтері сумен әрекеттеспейді. Хром 3 оксиді қыздырылған кезде жоғары дисперсті күйде қышқылдармен әрекеттеседі, қыздырған кезде ғана, иә. Мысалы, H2S4-пен әрекеттеседі, және де бізде кім түзіледі екен?
тұзы, сәйкес тұзы түзіледі екен, иә. Алтыншы бізде хром әлсіз тотықтырғыш қасиет көрсетеді, иә, әлсіз тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Сондықтан ол өзін не істейді екен, мына алюминиймен әрекеттескен кезде алюминийге орнын беріп қояды екен, иә, алюминий орнын басып алады да бізде хром өзі жеке ығысып шығып кетеді. Бұл реакция экзотермиялық реакция плюс q. Осы реакция алюминий хром 3 валентті оксидмен әрекеттескен кезде көп мөлшерде жарық шығады екен, иә, яғни мысалы кәдімгі салюттер атылған сияқты сондай көп мөлшерде жарық шығуымен жүреді екен. Так, хром 6 оксиді, бізде хром 6 оксиді хром O3 формуласы қою қызыл түсті кристалды зат, иә, міне көріп тұрғандарыңыздай қою қызыл түсті кристалды зат гидроскопты, яғни ауадан өзіне ылғалды сіңіреді, иә. Ауада жайылады, төзімділігі төмен, қалыпты жағдайда ыдырайды. Яғни қалыпты жағдайда бірден есейген ыдырап кетеді екен, иә, төзімділігі төмен. Так, химиялық қасиетіне келетін болсақ, хром 6 оксиді қышқылдық оксид уже, яғни хромның 2 валент оксиді негіздік, хромның 3 валент оксиді екідайлы, хромның 6 валент оксиді қышқылдық қасиет көрсетеді, иә. Неғұрлым бізде тотығу дәрежесі жоғары болған сайын ол қышқылдық қасиет көрсете бастайды, иә, яғни тотықтырғыш қасиет. Хром 6 оксиді бізде 2 қышқылға сәйкес келеді, иә. Хром қышқылы H2 хром O4 және де дихром қышқылына H2 хром O4. Так, мына жерде дихром қышқылында H2 хром 2 O4 болу керек болған. Хром қышқылы бізде H2 хром O4, ал дихром қышқылы H2 хром 2 O4 қышқылдарына сәйкес келеді, иә. Хром 6 оксиді сумен әрекеттескен кезде бізде хром қышқылдары түзіледі. Так, мына жерде, по-моему, хром 2 H2 хром 2 O7 болады. Так, хром қышқылы бізде H2 хром O4, дихром қышқылы H2 хром 2 O7 болу керек, мына жерде қате кетіп қалыпты жазылғанда. Қарайық, енді бұларда қалай бізде хром O3 сумен әрекеттескенде H2 хром O4 әрекеттеседі екен, және де H2 хром 2 O7 де бізде түзіле алады екен, иә. Яғни хромның 6 валентті оксиді бізде сумен әрекеттеседі. Хром 6 валентті оксид еще қышқылдық қасиет көрсеткендіктен ол бізде кімдермен әрекеттеседі? Сілті және де негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Мысалы, сілті калий гидроксидмен әрекеттескен кезде бізде калий хроматы түзіледі. Литий оксидмен әрекеттескен кезде де бізде литийдің хроматы түзіледі екен. Гидроксидпен негіз сілтімен әрекеттескенде бізде еще қосымша су бөлініп шығады, иә. Хром 6 оксиді күшті тотықтырғыш уже көміртекті, күкіртті, йодты, фосфорды тотықтырып хром 3 оксидіне айналады, иә. Хромның 6 оксиді бізде күкіртті тотықтырады да өзі хромның 3 валентті оксидіне айналады, және де SO2 газы бөлініп шығады. Так, ары қарай хром 2 гидроксидіне келейік. Алынуы біз хромның тұзына, 2 валентті тұзына сілті қосып аламыз деп айттық, иә. Нәтижесінде бізде сары түсті мынандай тұнба түзіледі, хром OH екеселенген. Так, химиялық қасиетіне келетін болсақ, хром 2 гидроксиді бізде негіздік қасиет көрсетеді. Сондықтан ол еритін қышқылдармен әрекеттеседі. Хром тұздарының ерітіндісі бізде көк түсті окраска, яғни көк түске бояйды, иә, ерітіндіні. Тұздары ерітіндіні көк түске бояйды хром 2 гидроксидінің, то есть хром 2 валентті тұздары көк түсті болады, иә. Хром 2 гидроксиді күшті қышқылдардың қышқылдық оксидтерімен әрекеттеседі. Мысалы, SO3 пен әрекеттескен кезде хром SO4 түзіледі екен, иә. Нәтижесінде және де су бөлініп шығады. Хром 2 гидроксиді күшті тотықсыздандырғыш, осыларға мән береміз, потому что оның төменгі валентті тотығу дәрежесін көрсетіп тұр, төменгі. Так, осы кезде бізде хром OH екеселенген оттегі қатысында сумен әрекеттескен кезде хромның 3 гидроксидіне дейін не істейді екен? Тотығады екен, яғни ылғалды ауада ол тотығып хромның 3 валентті гидроксидіне айналады. Так, хромның 3 валентті гидроксиді ол бізде хром OH еселенген күңгірт жасыл түсті қатты зат. Күңгірт жасыл түсті қатты зат. Бізде оны аламыз сілтінің
яғни жетіспеген күйінде аз мөлшерде, иә, сілті аз мөлшерде әрекеттескен кезде хромның 3 валентті тұзымен бізде хром OH еселенген мынандай жасыл сұр түсті тұнба түзеді екен, иә. Ал негізінде қалыпты жағдайдағы на самом деле хромның 3 гидроксиді ол күңгірт жасыл түсті қатты зат екен, иә, мынандай. Так, әрі қарай химиялық қасиетіне келейік. Еритін қышқылдармен әрекеттеседі, H хлормен, H2SO4-пен, H броммен, сәйкесінше тұздарымен су түзіледі, иә. Екінші қасиеті хромның 3 валентті гидроксиді қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі, нәтижесінде сәйкесінше тұзбен су түзіледі, иә. Үшінші қасиеті уже хромның 3 гидроксиді бұл бізде уже екі дайлы негіз, иә, екі дайлы гидроксид болғандықтан қышқылдармен де қышқылдық оксидтермен де негіздермен де негіздік оксидтермен де әрекеттеседі, иә. Негіздермен әрекеттескен кезде натрий гидроксидінің артық мөлшерінде әрекеттескен кезде бізде комплексті қосылыс гексагидроксохромат түзіледі екен, иә, міне мына жерде гексагидроксохроматы түзіледі екен. Төртінші, бізде хромның 3 гидроксиді қыздырғанда не істейді? Ыдырайды, иә, хромның 3 валентті оксидіне және де суға ыдырап кетеді екен. Енді хромның 6 валентті тұздарына қарайық. Хром 6 оксидіне 2 қышқыл сәйкес келеді. Яғни хром қышқылы H2 хром O4 және де дихром қышқылы H2 хром 2 O7, иә. Сондықтан тотығу дәрежесі +6 хром тұздарының 2 түрі түзіледі. Хроматтар немесе дихроматтар. Мысалы, калий 2 хром O4 бізде хромның қышқылының тұзы хромат, ал дихром қышқылының тұзы калий дихроматы болады, иә, сәйкесінше. Тұздарын енді ажырату өте оңай екен, себебі хроматтар сары түсті болып келеді екенде, ал дихроматтар мынандай қызыл сары түсте болады екен, иә. Хроматтар сілтілік ортада төзімді, ал дихроматтар қышқылдық ортада төзімді. Яғни сілтілермен не істейді? Әрекеттеспейді, иә, сілтілік ортада төзімді, ал дихроматтар қышқылдық ортада төзімді екен. Хроматтарға қышқылдармен әсер еткенде, енді хроматтар бізде сілтілік ортада төзімді болса, ал қышқылдық ортада олар төзімсіз емес деген сөз, иә. Яғни төзімсіз емес деген қышқылмен әрекеттеседі деген мағынаны білдіреді. Сонда хроматтар бізде қышқылдармен әрекеттескен кезде дихроматтарға ауысады екен, иә. Мысалы, H2 хром O4-тен кез келген бір қышқылмен әрекеттесіп, H2 хром 2 O7 алады екенбіз. Хром және оның қосылыстарының қолдануына келетін болсақ, хром коррозияға төзімді, қышқылға төзімді, ыстыққа төзімді болаттардың құрамына кіреді, иә. Яғни оның коррозияға, қышқылға, ыстыққа төзімді қасиеті болаттарды алуға қолданылады, иә. Сондықтан олар болаттардың құрамына кіреді, қаттылығы мен беріктілігімен ерекшеленеді екен, иә, болаттың құрамында. Яғни болатқа қаттылық пен беріктілік беретін осы хром. Хром 3 оксидінен біз еще бояулар жасайды екенбіз, иә. Көрдіңіз ғой, жаңа қызыл түрі бар, жасыл түрі бар, қара түрі бар, иә, оксидтерінің. Хром 3 оксидінен біз бояу жасайды екенбіз. Сондай-ақ шыны мен фарфорды жасыл түске бояу үшін қолданылады екен, иә. Шыны мен фарфорды еще жасыл түске бояу үшін бізде хром 3 оксиді қолданылады. Хром 3 оксидінің негізі өзі түсті, жасыл түсті болған, иә. Қорғасын хроматы плюмбум хром O4 сары бояу, сары майлы бояуды жасауда пигмент ретінде қолданылады екен. Так, міне бізде осымен бүгінгі хром тақырыбымыз аяқталды. Өтіп жатқан теориялық материалдар қиын, білемін, бірақ сіздер оңайлықпен есте сақтап жатырсыздар дегенге сенемін. Сіздерге алдағы тест тапсырмасына сәттілік тілеймін. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.